Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Әпетай Мұхарабаның киелігі шаттырымының жалғасы. Қатарлы көп нәрселер сұрап, соңында Ителі Тоқанай, Буран Айман Сүймен екеуінің 15 ақпанда әскерге жол бастауға ертіп кетті. Екеуінің алған саудасын басқаларға тапсырды, қалғандар үздік бұйрық тосатын болды. Жаңа үкіметтің үгіті Мақай Хайызда. 1950 жылы шілденің аяғында Оспан Жәнәбілге ерген 200-дің үстінде өктісін Мақайға келген соң Шейшуан Дұңқуандағы партия өкімет орындары Ләтіп пен Лиманшаңды саудасын арттырып, тағы Мақайға жіберген жағдайын алда баяндаған болатынбыз. Бұл екі елші Мақайға ілгерінді соңында екі рет келіп, Оспан, Жәнәбіл, Салақиттан қатарлы ру басшыларына бірден жолығып, үйлерінде қона түнеп жатып, партияның азаттарға қаратқан саясатын, әсіресе көз алдағы осы елге қолданылған саясатларын қайталап түсіндірді. Чыңғыстай мен Мафуфаңнан көргендеріңізді біз айтып ескі жараның аузын ашпай-ақ қояйық. Ал жаңа үкіметті Шинжаңда көріп келдіңіздер. 300-дің үстінде азаттық армияның көп санысын өздеріңіз қырып тастағанда, үкімет пен армияның сіздерге шамасы келмей осылай қоя беріп отырған жоқ. Сіздердің компартияны түсінбегендіктен ағат істеп, армияны арандатқандарыңызды түсініп, кеңшілік істеп отыр. Тек жан-жаққа шабуылдап, бейбаз халықты арандатып, жортуыл жортқандарыңызды тоқтатып, Шүлентаудың теріскейін күнгейіне барып, қоныстанып, үкіметтің жарлығын атқарсаңыздар болған. Бұл үкімет халықтың үкіметі, халықтың дін еркіндігін, тіл, салт, сана еркіндігін, мал мүлкін заң бойынша қорғайды. Тек бейбітшілікке, амандыққа, халықтың мал мүлкіне зиян салатын істер ғана шектеледі. Сіздер ең жақсысы әр рудан уәкіл жіберіп, Дұңқуандағы партия үкімет орындарына талаптарыңызды жеткізіп, енді қашып пысып тозбай бейбіт тұрмысқа келіңіздер деді. Осы үгіттің және партияның стратегиялық орналастырудың нәтижесінде Мақайдағы ел Күллін тауына қарай шеттеп кетпей, қайта қазан айының орта шенінде қотарлы көшіп Қайызға келіп орналасты. Ондағы стратегиялық орналастыру дегеніміз Сайдам ойпатындағы қазақтарға қазірше әскер шығармау, қуғындамау, амалын тауып үгітті күшейту, секем алып Шизан жолына шығып кетуден сақтану, арам ниеттегі бас атамандарымен көзі көлегейленіп, далбайлыққа ілескендер парықтау, кедейлерге көмек қол созу қатарлы жақтар еді. Бұл кезде үкімет басшыларының басын қатырған іс үш орындағы Гәс, Құлымты, Қайыз қазақтар түгелмен азаматтарын ұйымдастырып, жан-жақтағы малшылар мен құржаларға шабуылдап, мал қуып, астық бұлап, тіпті кей жерлерде кісі өлтіріп, тұрғын елдің тыныштығын алды. Қайши облысы тарихи материалдарының бірінші санының 105-106 беттерінде 1949 жылы азат болдық дегенмен қазақтардың Тайжнор халқын бұлап талау тоқтай қоймады. Мысалы, 1950 жылы көктемде Номохаңда Жашың, Шибуанды, Гадың, Бәшигі қатарлы 6 адамды өлтіріп кетті. 1952 жылы жазда Нәрін Шилгулуді, Шалагызсиді өлтіріп кетті. 1952 жылы соңында қазақтар бейбіт азат болғаннан кейін ғана қырғындау тоқтады. Тағы осы материалдардың екінші санының 59-60 беттерінде 1952 жылы 4 ақпанда Долан ауданында қоғам қауіпсіздігі отрядіндегі Чин Иңхуаң, Шин Чаңши, Ушешін қатарлы 6 жолдас Доланнан Шилуге кетіп бара жатқан жолында ұлан бұлақта жасырынып жатқандардың түскел шабуылына ұшырап құрбан болды деп жазылған. Ал қазақтар үшін бұл уақиға сол кездің өзінде анық болып, 1967 жылдардағы мәдениет зор төңкерісінде осы уақиғаның ішінде болған бірнеше чал күреске тартылып, Қарақас Талайқан деген адам Ақсайдың Қалтын өзеніне түсіп жан тәсілім болды. Ия сол бейбаздардың қаны жібермегенде шығар. Міне осындай суыққа бар, шөлке шекарасының әр жерден үкіметке жетіп жатты. Мал мүлкі бұланып, адамы шығындалған аймақ аудандардың басшылары жоғары дәрежелі партия үкімет басшыларына қатаң шағымдар айтты. Бірақ партия мен армияның жоғары дәрежелі басшылары азып тозған қазақтардың бұдан былайғы бас амандығын көзде ұстап, ішкі қызмет жақсы жүрісі райынан қайтпайтын пенде болмайды. Өзара түсінісу, уақыт мәселесі деп қарап, ерлік орындарға ішкі сақтықты күшейтіп, өзін-өзі қорғау қуатын арттырды. Қазақтардың санасының оянуын сабырлықпен тосуды ғана насихаттады. Ал енді ел ахуалына келсек, әр ауыл бөлініп, Қайыздың жылы көң қораларына қонып, іргелерін көміп, тері-терсек жүнжұрқасын артып, туарлық малдарын айдап Дұңқуанға барып саудасын істеп бастады. Оспан, Жәнәбіл, Салақиттан
Сағидоллылар ақылдасып Бөктертаудың жол ауыздарына кезекпен қарауылда қойды. Айтпақшы ел қайызға келген соң Осман Сіләмұлының шешесі қайтыс болып, қайыздағы керей жиналып, қайыз сарғалының батыс жиегіндегі Ағыткөл бейтіне қосып қойды. Әншидегі азаттық армиямен болған атыста жараланған Ителі Қуанышбай қайтыс болып, оны да Ағыткөлдің төменгі аңғарында Барқы Қамшыбай бейтіне қосып қойды. Жалпы жағынан жайбырақат бейбіт жағдай болды. 2008 жылы 79 жасында дүние салған Жәдік Қабдырахман Ауғалиұлы ел қайызға түсісімен әргерей кезектесіп Доңқан жақтағы тауға қарауылға шығып тұрыпты. Ақпанның басында мен, Молқы, Шауғанбай, Зарылқан тағы екеуі бар 5 адамға бақыршы болып, ат көліктеріне қарап, ескі Ақсайдың бас жағындағы төбеде бір жұма жатып, ештеме жоқ деп қайтып барғанда бір жұмадан соң әскер басып қалды. Үкіметтің ешқандай әскери қысымсыз осындай бір тыныш жағдайда елбасылар ақылдасып, Оспан Салақиттан басып болған Молқы жағы Сәдуақасты, Ителі жағы Зиратбайды, Жәдік жағы Мұхамедханды Доңқанға уәкілге жіберді. Оспан Жәнәбілдің қолға түсу барысы. 1951 жылы. 1951 жылы қаңтарда Шишуан уәли мекемесі мен әскери қолбасшылық орны бірлесіп, қазақ уәкілдерінің қойған талабына қарай рубасыларына былай шешім хат жолдады. Бірінші, сендерден бірде-бір адам ұстамаймыз. Бірде-бір адамды өлімге үкім етпейміз. Өткені қузарылмайды. Екінші, сендердің тұрмыстық қажеттеріңді уақытша мемлекет қамдайды. Үшінші, сендер тек кісі өлтіріп, бұлаңшылық істегендеріңді тоқтатып, үкіметтің басшылығын қабылдап, өз өндірістеріңмен шұғылдансаңдар болғаны. Бұл жауапқа Оспан рауа болмады. Жоғарыдағы толып жатқан болмыстарға талдау жасай келген партия, үкімет, армия басшылары мынаған тиянақтады. Бірінші, Оспан қатарлардың ақылға келіп тізіп бүйтіні анық болды. Екінші, жәнбағыстар үшін талан-таражылықты тоқтата қоймайды. Үшінші, астық саудашылардың көбейгеніне қарағанда бұл қазақтар күн жылына Жизан жолы арқылы 1940 жылы кеткен елдің ізіне түсіп сыртқа тартуы мүмкін. Төртінші, қайыздай жазықтан бір қозғалса, олар тауға сіңіп кетіп алдыртпауы мүмкін. Сондықтан көз алдағы орайды қолдан жібермей әскери әрекет жасау керек. Сол кезде Чинжан қорғаныс штабының бас сілеңі болған Сун Чилянның естелігінде 2005 жылы 1 қарашадағы торап материалдарында былай делінген. 1951 жылы ақпанда Компартия орталық комитеті Батыс солтүстік бюросы Батыс солтүстік әскери районын нұсқау шығарып, Оспан мен Қалибеке әдеттегі мешеу, азып рубасы жай адам ретінде қарауға болмайды. Әрі жақтылы материалдардың дәлелденуінше шекарадағы бір бөлім қазақтар және шығыс түркістаншыл Сөт пен Компартияға қарсылығы ең күшті топ. Оспан мен Қалибе қатарлылар Чинжан армиясының өнімді тазалауында барар жерде басар тауы қалмай газды тиянақ еткен Шинхай Чинжан шекарасында қалды. Қазір астық шайлар түгіп, жағдайлар қатты мүшкіл. Құсайын бас болған 7 ұру уәкілдерін Доңқанға жіберіп, қазір келіссөз үстінде. Келіссөзбен иландырып, көмектесу қызметі біздің бұрынғы әскери жоспарымызды атқаруға ықпал тимеу керек деп атап көрсетті. Демек, бұрынғы әскери жоспар дегеніміз 1950 жыл 7 желтоқсанда Батыс солтүстік әскери район бұйрық түсіріп, Шинхай 1-ші корпус, Қышидағы 3-ші корпус пен Чинжан, Янжи 1-ші Биңтуанның 2-ші корпусы 6-ші дивизиясы ұштасып, екі жолға бөлініп, Темірліктегі тонаушыларды тазалау әскери жоспар еді. 3-ші корпустың түйелі әскери полкі 23-ші бөлікпен атты әскерлер әтереті Доңқаннан жолға шығып, Шүлентаудан асып, Қайыздағы Оспан тобына тұтқиыл шабуыл жасау. Және Шинхай 1-ші корпус 1-ші атты әскерлер полкін Мақайға жіберіп, Оспанның жолын тосу. Бұл шығыс жол қосынның міндеті. Ал батыс жолдағы әскер 2-ші корпус 6-ші дивизиясының атты әскерлер полкі мен бір жаяу әскер ротасы Шақылықтан шығып, Шинхай Чинжан тас жолын бойлап, Миланға қарай тартып, Темірліктегі Қалибек тобын тазалау болды. Жоғарыдағы орналастыру бойынша қаңтардың аяғына дейін төңкеріске қарсы топтарды тазалауға қатынасатын әскери күштер Гансуден Доңқан, Шинхайда Ақсуға, Чинжаңда Шақылыққа жиналып болды. Біз төменде әуелі шығыс жолдағы әскери әрекетін баяндайық. Полк саяси комиссар Әнжүн естелігінде. Соғыс жоспары бойынша Гансу 3-ші корпусының Доңқан маңындағы түйелі әскерлер полкі мен атты әскерлер полкін бір полк қылып қосып, атты әскерлер әтеретінің әтерет басы Ли Винчың, полк командирі бұрынғы түйелі әскерлер полкінің саяси комиссары Әнжүн, саяси комиссары болдым. Негізгі ұрыс міндетін үстіге алдық.
27-ci полк жаяу әскер болғандықтан тасымал және базарда болу міндетін үстіне алды. Осы ретте әскери тазалауға сәйкесу үшін Gansu Sichuan аймағы 7 ауданның кадрларын аттанысқа келтіріп, ереудің үстінде адамнан түйелі әтрет құрып, азық-түлік оқ-дәрі тасылды. 1951 жыл 14 ақпанда 3-ші корпустың атты әскерлер полкі Дунханға жиналып болып, 15 ақпанда 3-ші корпустың корпус командирі Хуан Шинтиннің өз бастауында Нанхудан қайқайып тауға шығуға жол алдық. Нанхуға барған соң қосын екі бөлімшеге бөлініп, шығыс жолдағы атты әскерге Ли Винчин командирлік етіп, ләтіп айы болу жол бастап, 5 бастауды өрлеп, жарманы басып, таудан асып, қайыздың шығыс жиегін қоршауға алатын болды. Ал батыс жолдағы түйелі әскерге мен командирлік етіп, табатыны қайқайып, қайызға қарай асып түсіп, қайыздың батыс жиегін қоршауға алатын болды. Бұл кез қыстың соңы, қарақақтың үскірігі бет қаратпайды. Қосынның ілгерілеуі аса машақат болды. Нанхудан Даватының басына түйелі әскер полкі тұп-тура 2 күн жүрдік. Ауа райының сүркөйлігінен 15 шақырымдық сайышы Қосынның бір түндік уақытын алды. 19 ақпан таң қараңғысында екі жолдағы Қосында шартты шабуыл орнына жеттік. Жарық оқ атылып, бұйрық түсірілісімен әскерлер әуелі көздеген қарауылын қолға түсіріп, одан соң сол тұтқынның бастауында көптеген кигіз үйлерді қолға түсіріп, соңынан Оспан тобының ауылына бір мұз иірімнің ары жақ бер жағындағы 2 дауыс шақырымда жерге таядық. Шығыс жолдағы атты әскерлер байырғы барлау тәсілін қолданып, 3-тен 1 группа болып, әр жерде пытырап отырған кигіз үйлерге бар, біреуі барлаушыға тұрып, біреуі есікті ашып, енді біреуі үйге кіріп, қару-жарақты тапсырып алыпты. Жалпы әрекет сондай сәтті болып, таң атқан кезде атты әскерлер мөлтірмен ереудің үстінде түтінді ыңғайлап, ішіндегі адамдарды шырт ұйқыда жатқанда қолға түсіріпті. Таң әбден атқан кезде батыс шығыс болып әскерлер бір бөлім түтінді ыңғайладық. Дәл осы кезде Жәнәбіл сезіп қалып, сасқалақтан мылтығын тарсылдата жөнелтті. Әсілі ол моңғолдар келіп тиіскен екен деп ойласа керек. Жәнәбіл осыдан кейін тірі қолға түсіп, айдап бара жатқан жолда азаттық армияның мылтығын тартып алмақшы болғанда сол жерде атып тасталды. Ойласа керек. Мылтықтың дауысы шығысымен батыс жолдағы түйелі әскер ауыр пулемет, минометтерді гүрсілдетіп, қатар от ашып, қарсы жақтың от күшін басып түсіп, атты түйелі әскерлер лап қойып, белгілерді санаға қарай ұмтылды. Үйінде мылтық дауысын естіген қазақтар қалай қашарын білмей, аттылы жаяу жан-жаққа қашты. Әскерлер де тақымдап қоймады. Шайқас түстен кейінгі сағат 3-ке дейін жалғасты. Қолға түскені жиналғаны болып 2500 адам болды. Бірден танып анықтауға қарағанда, мұның ішінде Оспан жоқ болып шықты. Қосын жиналып біраз аялдап, Оспанның қалай қашып кеткеніне талдау жасалды. Мақай жақта Шинқайдың 2-ші атты әскер полкі бар. Күлдің тау жақта 400 километрлік Ябар қағы бар. Бірден бір шығар жолды түйелі әскердің 2-ші ротасы тосып алған. Енді батыс солтүстіктегі Ханамбар тауына қарай кету мүмкіншілігі күшті. Хуан Шинтин атты әскерлердің дереу қууын ұйғарды. Ли Винчин атты әскерлер үлкен әтреттің 2 ротасын бастап телеграмманы алып, көп жерге дейін қуып, Сапарғали атты бір қазақты қолға түсірді. Сапарғали Оспанның ақкөк ат мініп, алда қашып бара жатқанын айтты. Бұл хабарды естіген әнжін жауынгерлерге шайқас алдында шабыттандыру жүргізіп, біз ешқандай құрбандық беруден қорықпай, Оспанды қолға түсіруіміз керек. Кім Оспанды тірі ұстаса, соған еңбек жазылып мадақталады дейді. Осы бірнеше ауыз сөз ақ жауынгерлердің шайқас шегерін арттырып жіберді. Неше күннен бері жол азабымен шайқастағы шаршағандарын ұмытып, бұйрық түсісімен атқа қамшы басып, арыстандай ұмтылды. Оспан жалғыз өзі қайыздың оңтүстік жиегімен Ханамбар тауына қарай зытып бара жатыр екен. Қуған әскердің де аттары болдырып бірден қала бастады. Оспан қарасын үзіп, құтылып кетуге таяды. Ли Винчин сасқалақтап кетті. Дәл осы кезде атты әскерлер үлкен әтіретінің 3-ші ротасының хатшысы Күң Шинвин, аспаз Ли Хуалин, хабаршы Дуан Шиммау, жауынгер Хуан Инва, Жу Саңшилер тәуекелге басып, сарғалдағы мұз бетімен Оспанға қарай төте тартты. Содан екі жақтың аралығы жақындай берді. Бірақ екі әскердің аты мұзға тайғанақтап жығылып түсті. Алдыңғылар Оспанға тайғанда, Оспан артына бұрылып бір атып кетті. Дуан Шиммау жараланып аттан ұшып кетті. Соңғы екі оғы Ли Хуалин мен тағы бір жауынгердің атына тиіп, жалманнан түсірді. Соңында қуғындаушы
Гүңшиюң жалғыз қалды. Ендігі сөзді сол Гүңшиюңнің өзіне берейік. Армиямыз жерлік жағдайына қанық емес. Оның үстіне аттары болдырып, бірден алыстап қала бастады. Оспан жер жағдайына қанық, атының мықтылығына сүйеніп, бізден алыстап зымырап бара жатты. Оспанның құтылып кетуге таяғанын көріп келе жатқан Ливинчин сасқалақтап кетті. Осы кезде мен аспаз Ли Хуалин, хабаршы Дуан Шинмау және жауынгер Сун Шин, Хуан Инуа, Жу Саңшин алтауымыз қысылғанда қымыз шығады дегендей, тәуекелге басып сарқалдағы мұздың үстімен Оспанға қарай төте тарттық. Оспанмен аралығымыз жақындай бастады. Бірақ екі әскердің аты мұзға тайып жығылып қалды. Қалған төртеуіміз үздік қуып Оспанға таяп қалғанда Оспанның қайта жалт беріп атқан оғы Дуан Шинмауға тиіп жалманнан түсірді. Ли Хуалин мен тағы бір жауынгердің атына оқ тиіп мұзға тайып жығылып қалды. Мен жалғыз қалдым. Оспан артындағы қуғыншының жалғыз екенін көрген соң атына жан бастап жатып алып атқылады. Қазақтар құдіретті мерген санайтын Оспан оғын әсте дарыта алмай, атынан қарғып түсе қалып, сирақты мылтығын тіреп жіберіп және атқылады. Атты атпақшы болды ма, алғашқы оғы атымның алдындағы мұзға шарқ ете түскенде ұшқан мұз жұлдызша шашырады. Ат секіріп өте шықты. Сасқалақта Оспан тағы бір атып қалды. Су шерім болғанда оқ шалбарымның балағын түйреп кетті. Соның арасынша мен де құстай ұшып жиекке шыға келдім. Оспанның қасына жетіп келдім. Оспан орнынан ұшып тұрып, мылтықтың сирағын менің көзіме төндіріп келе жатты. Мен бетімді бұра бердім. Сонда да мылтықтың бір сирағы бетімді сызып кетті. Мен бетімнің дызылдап ауырғанына қарамастан мылтықтың түтігінен ұстай алдым. Оспан мені аттан жұлып алды. Мен осы орайда мылтықты құшақтаған қалпы өзіне қарай секірдім. Ол кезде заға болып қаны қарайған Оспан мені шалқамдан түсіріп үстіме мініп алды. Мен қанша аударып тастамақшы болғаныммен қодастай зілбаттам Оспан тырп еткізбеді. Қолындағы мылтықты тастай салып, қоншынан қынымен бір пышақты суырып алды. Мен жан таласта жал тауып сарт еткізіп Оспанның оң қолының сұқ саусағымен ортан қолын қосып ұстай алып, сыртына қарай қайыра бердім. Ол пышағын қынынан суырып ала алмады. Екеуміз тіресіп қалдық. Қол ауырғанда пышақ қынымен жерге түсіп кетті. Осындай қауіп кетер төніп тұрған қас пен көздің арасында Ли Хуалин шауып жетті. Өкінішке орай ол да қарусыз құр қол келді. Қайтерін білмей сасқалақтап қалды. Мылтықты есіне салғанымда барып, Оспанның сирақты мылтығын ала салып, Оспанның жолына салып кетті. Оспан құлап түсті. Мен ұшып тұрдым. Екеуміз Оспанды сатыр-сұтыр байлап тастадық. Әсілі Ли Хуалиннің аты Оспанның оғына ұшқандан кейін жау жүрек Ли Хуалин қасындағы оққа ұшқан жауынгердің атына міне салып, жаралы әскердің қолындағы мылтықты алмақшы болғанда, қызып алған ат мылтықты алдырмай шаба жөнелген екен. Оспанды байлап алғаннан соң басқа 4 жауынгер де арт-артынан жетіп келді. Ұстаған адамымыздың нақ Оспан екенін дәлелдеу үшін Оспанның бойына тінту жүргіздік. Оспанның бойынан Чинжан қуыршақ қорғаныс штабының бір мөрі таңбасы, бір қанша тағайындау куәлігі және қуыршақ үкіметтің басқа материалдары шықты. Біз сонда барып, қолға түскен адамның айтулы атаман Оспан батыр екеніне көзіміз толық жетті. Біздің қуанышымызда шек жоқ. Оспанды түйенің үстіне таңып алып, штабқа қарай алып жүрдік. Бұл 19 ақпан кеш болып қалған шақ еді. Оспанның қалай қолға түскені жөнінде кеңес өте көп. Соның ішінде көп айтылатын кеңестің бірі. Сол күні қолда Оспанның көк атынан басқа көлік жоқ екен. Оспанның балалары мылтық үні таяп келе жатқанда, жақша, бұл таңырбандап келе жатқан шақ. Ошыңның көк атын әкеліп ерттеп беріп, сіз Қанамбар жақтағы тауға қарай шығып кетіңіз. Біз артыңыздан барамыз деп аттандырып жіберді. Ошың бұлай барып, Әзапайды ертіп алмақшы болып қайта келіпті. Ағалары оны да бір түйеге мінгізіп әкесінің артынан қоя берген екен. Екеуі жолы қалмапты. Сөйтіп Ошың мұзға қамалып жүргенде әскер басып келіп қалды. Ошың үлкен көлге қарай қашыпты. Атының тағасы тозып кеткен екен, қалың мұздан тайғанақтап шаба алмапты. Әскердің мұздай тағалы аттары мұздан төтелей шауып Ошыңға таяп қалғанда, Ошың ат үстінен атқылап бір қаншасын түсіріп жіберіпті. Соңында аты бір жалпақ мұзға тайғанап жығылып, Ошың отыра қалып, екі әскердің атын ұшырып жіберген соң, бесатардың таңдайына оққа қалып қалып, бірнеше әскер қаптап келіп Ошыңды байлап алыпты. Алланың дәмсіздігі солай шығар. Содан қайызда 2 күн домаландырып байлап тастапты. Басқа қолға түскендерді де матап, күндіз күнін шуақтатып далаға отырғызып,
Түнде үйдің ішіне кіргізіп, керегеге таңып қойып, 2 күннен соң Ошың, Қапас қатарлы 10 шақты адамды, 40-50 әскер, 10 шақты ауыл азаматтарымен бірге алып жүріп, ара қонып, Табатыға апарып, онан ары машинамен Дұңқанға алып кетіпті. Кейін Үрімжіге апарып атыпты деп естідік. Міне, бұл менің осы кітап иесі, өзімнің ес білгеннен бері Оспан жөнінде естіген кеңестерімнің ең көбі. Мұндай кеңестер 1990 жылдардан бұрын ортаға қарай байқап айтатын. Кейін ашық кеңес болумен қатар солтүстік Шинжаңнан Ақсайға туысылап, саяхаттап қызмет бабымен келген қазақтардан Оспанның қолға алыну жөнін сұрамайтын, қайыздың үлкен көлін барып көрмейтіндер санамалы болды. Сонда бұларды біз былай естігеміз деп түрлі түстегі тіпті қияли таңғаларлық кеңестерді де айтып жүретін. Бірақ сол кездегі істің басы қасында болдық деген қазақтарда толық естелік жазып қалдырған ешкім болмаса керек. Менің пайдаланып отырғаным Оспанды ұстаған полктың саяси комиссары, яғни ұйымдастырушы командирі Әнжүннің естелігі мен нақ барып ұстадық деген кісінің Күң Шеңуеннің естелігі. Басқа кеңес қанша түрлі болса да шындыққа жанасымдылығы осы екі естеліктен аспаса керек. Бүкіл мемлекеттік саяси кеңестің тұрақты жорасы Әнуар Нұрғазыұлы Оспан жөніндегі бір кеңесінде. Мен 1996 жылы Шишуан аймағының орынбасар уәли болып тұрған кезімде Жаңиенің бір уәлимен таныс болып, Оспан жайлы кеңесіп отырсақ, Оспанды ұстаған Күң Шеңуен деген біздің Жаңие қаласында, мен танимын деді. Содан Оспанды нақ кім ұстағанын сұрайын деп, әлгі уәли арқылы Күң Шеңуенді іздеп барып кеңесті. Ол 60-тың жуан ішіндегі адам екен, оның айтысында. Ол даватыны қайқайғанда әскердің ішіндегі мәдениет мұғалім екен. Азаттықтан бұрын семьялық жағдайлары жақсы бастауышты бітірген екен. Мұғалім екен. Даватының қысаңын қайқайғанда атымыздан тайғанап жығылып, сүрініп зорға өтіпті. Содан бастықтары қасаң тағасын суыртып тастап, жаңа таға тағалатып беріпті. Мойнында мылтықта жоқ екен. Оспанды қуғанда қасаң тағал аттар мұздан тайғанақтап, шабалмағанда Күң Шеңуеннің аты мұзды қарш-қарш басып, сырғанай шапқылап, барып Оспанды қуып жеткен екен. Әсілі Оспанның көк атының тағасы да қасаңдап қалған секілді. Мұздан тайғанақтап шаба алмады дейді. Осыдан соң ол Дұңқанға мадақтау жиынына барғанда оған Маужушидің ресімі сіз деп Күң Шеңуен қалтасындағы Маужушидің кішкене ресіміне қарап, үлкейтіп сызып жиын алаңына ілген екен. Кейін Бейжіңге барып мемлекеттік бірінші дәреже соғыс қаһарманы деген орден алыпты. 1957 жылы 1958 жылдар үшті анықтауда біреу Күң Шеңуенді бұл Ләнжуде оқып жүргенде Сянчиңтуанға кірген деп әшкерелеп көп жыл тексеріп анықталмай, мәдениет төңкерісіне қолға алуға шарты болмай, кейін Астыққанаға қызметкер болып орналастырды. Айтысына қарағанда Оспанды соның алғаш ұстағанына күмән жоқ секілді. Төменде осы түні болған басқа уақиғалар жөнінде кеңес қозғаймыз. Кәнсу Ақсай ауылында тұратын Ақша Тасбике 80 жастағы Құмархан Мазанұлы былай кеңес шертті. Біздің ауыл 1950 жылы қыста Ағарқа тауының теріскейін қыстап отырғанда Қапас батыр келіп елді айдап, нелер атыстар болып Қапастың ортан жілігін оғызып, желтоқсанда Қанамбарды басып, Торайғыр тақыр бастаудан асып, қайыздағы Оспан, Жәнәбіл, Салақиттан қатарды Көбелге келіп қосылдық. Артқан түйе мінген аттан басқа малды номда азаттық ырмай айырып қалған. Басында қосып, бауырында қазан ошағы жоқтар да бар. Қайда барсаң да қазақ елі болса аштан өлтірмейді. Қайыздағы ел ерулік беріп, жортуылға шыққанда ат көліктерінің майын беріп дегендей шамаларынша қарайласты. Содан қайыздағы елден Дұңқанға астықшы баратын болыпты. Ауылдағы үлкендер тері-терсек және бір-екі ақ қойчан күмістенге беріп, ханзуша тіл білесің деп мені ертіп жіберді. Араға екі қонып Дұңқанға жеттік. Азаттық армия аяғымызды жерге тигізбей күтіп әкетті. Үлмау деген бұтқанаға жатқызып түйемізді әскер бақты, астықты бір-ақ жерден сатады екен. Енді бірнеше күнде астық келеді деп 10 шақты күн тостырып тастады. Ол заманда ақ қойчан сондай пұлды. Екі ақ қойчанға бір түйенің жүгін алдық. Біз жатқан жерге ләтіп бастап бір қанша ханзу кәдір күнінде келіп кеңесіп, елбасыларына ауылдағы үлкендерге айта барыңдар, Таутазда азып тозбасын, қазіргі жаңа үкімет бұрынғы әрқандай патшалық үкіметпен ұқсамайды. Халықтың қамын жеп, халықтың мүддесі үшін істейтін халықтың үкіметі. Бұл үкімет аз ұлттың әрқандай мүддесін қорғайды. Тек жаңа үкіметтің жарлығына бойсынсаңдар болғаны. Бұрынғы өткен кеткен ағаттықтардың бәрі қуғаусыз салауат болады деп үгіт айтып қайтады.
Sodan biz de ел жағдайын ойлап тықыршып кеттік. Bir күні астық келді деп астық сатып алдық. Жүрерде өкімет адамдары маған: "Мынаны Жәнәбіл ақсақалға апарып бер" деп шәй, торғын, қанттан сәлемдеме берді. Және бір парша компартқа салған хаты бар. Сонда айтқаны: "Ертең Құсайынның астықшылары келеді екен, сендер кетпесеңдер жатар жер жоқ" деді. Біз жолға шығып, араға 3 қонып, қайыздағы елге жеттік. Елге көрген білгендерімізді бүкпесіз айта келдік. Дұңқуаңдағы әскердің күнде әскер жаттықтырып жатқанын айтып келдік. Жәкеңнің хат сәлемдемесінде апарып бердім. Сәлемін де ауызша жеткіздім. Содан көп өтпей бір күні түнде бас жақтан мылтық тарсылдап атты бір таяп келе жатты. Үлкен шешеміз бен жеңгеміз бір қос деді. Жақсы, ағам Құсыман Жортуылға кеткен. Үлкен жеңгеміз бен шешеміз бір қос деді. Шешеміз ойбайды салды. Жүгіріп барсақ, жеңгеміз алтын орнынан тұра бергенде оқ тиіп жан үзіпті. Шешеміз алтынның басын құшақтап ойбайлап отыр. Соның арасынша әскер ауылды қоршап алды. Ауыл болғанда 4 қана қоспыз. Біз азаттық армиямыз, мылтықтарыңды тапсырсаңдар тиіспейміз деп қанжуша қазақша айғайлап тұр. Түгел қостан шықтық. Әскерлер қостардың есігін шалқастан тастап, біреуі ішіне кіріп тінтті. Төртпанның бір тоғыз да алып шықты. Төртпан оның ұлы Шайқапас, Уәлше үшеуін кейін айдап баратын болды. Менен: "Жәнәбілдің ауылын білесің бе?" деп сұрады. "Білем" дедім. Бұл топтағы әскерге жол бастап тілмәш болып жүрген Бура Найман Сүймен екен. Ол Құсайынның елінің астықшысы Дұңқанға қарай өтіп бара жатқан жолында Жәнәбілдің ауылына қонған екен. Сонан әлгі үшеуін 2 әскер жоғары айдап жөнелді. Басқа әскер біздің бастауымызда аяқ жақтағы Жәкеңнің ауылына қарай тартты. Қара боран, күн сондай суық. Аз жүрген соң Жәкеңнің ауылының төбесі де көрінді. Таң қараңғысы көтеріліп бара жатқан шақ, әскер басы Сүймен екеумізбен бірге бір топ әскерді кейін қалдырып қойып, басқа ауылға қарай жылжығаны сол еді. Таңғы аспанды қақтырып мылтық тарсылдады. Біз және шегіндік. Екі жақта тарсылдақ болып кетті. Бізге мылтық аузынан шыққан оттың жарқылдаған ғана жарығы көрінеді. Таң атты, мылтық үні өшіп, әскер Жәкеңнің қорасына басып кірді. Аздан соң біз де бардық. Жәнәбіл Жәуле екеуін байлап қойыпты. Қазақта шәйт болған, я жараланған адам көрінбейді. Әскерден екеу жараланыпты. Жан жақтан тағы көп әскер жиналды. Әскерлер сол ауылдың отынын жағып, тамақ істеп ішті. Шалқар түс мезгілінде Жәнәбіл Жәулеге жас азамат Кәлелқанды қосып айдап кетті. Мен ел қайыздан тауға шыққанша әскерге тілмәш болып, жол бастап Қанамбарға дейін барып, мүліктің ауылын таба алмай қайттық. Құмарқаның 73 жастағы жеңгесі Күнгей Сыдықай қызы бұлай толықтады бұл әңгімені. Ажал деген сондай жақын екен. Абысыным төсегінде жатып ақшайт болды. Әскер қоршап келгенде жылағанымызда жайында қалды, шошып кеттік. Содан әскер атаны Төртпанды, ұзын атаны Вәлишені, күйеуім Шайқапасты айдап кетті. Көп әскер інімді Құмарқанды алдыға салып төмен кетті. Бірнеше әйел шулап қалдық. Сонда апам енесін айтады. Сонда апам: "Не деген қайратты адам екенін білмеймін. Ақыл есінен биттейді адасқан жоқ." Ол маған: "Әй албастау, Шайқапас жалаңбас кетті ғой. Мына суықта үсіп өледі ғой. Ана қаптал шапанын апарып берсеңші" деді. Қорыққан ештеме жоқ. Шапанды ала салып арттарынан жүгірдім. Таяғанда әскер тоқта дегенде ишарат қылып дауыстады. Мен оған қарағаным жоқ, жүгірген бет барып шапанымды Шайқапастың қолы байлаулы иығына жаптым. Соның арасында Шайқапас: "Түйені әкеліп даяр отырыңдар. Біз әзірек қайтып барамыз" деді. Мен кейін қайттым. 2 әскер аттарын жетелеп, үшеуін айдап бара жатты. Қосқа келіп апама Шайқапас сөйтіп айтты дегенімде, ол кісі үнсіз отырып барып: "Албастау, неғып отырсың? Тез азық-түлік арта салмаңды даярла." Қоржын тергеліп, арта салма аталып отыр. "Арта салмаңды даярла" деп, өзі дардай жерге түнеп қалған түйеге кетті. Аздан соң айдауда кеткен үшеуі қолдарында 2 мылтық, астарында 2 аты бар шауып жетті. Дереу даярланып, азық-түлік киім-кешегімізді алып, әлгі 3 кісіге мен қосылып, 4-еуміз таң қараңғысын жамылып, Қалтынға қарай қайқайдық. Ауылда 4 кемпір қалды. Сонда: "Не қылады дейсің? Тез кетіңдер" деп әлгі апамдар бізге ұрсады. Сол беті ноқталды басып, Қалтынның қызылтасына шығып кеттік. Біз ұқсап қашып шыққандар аз емес екен. Түгел сайлауыт еркектер. Содан
Ел қайта бағынғанда қайызға бір-ақ келіп бағындық дейді.